Жалпы өзіміздің дәстүрімізді насихаттау мақсатында мысалы географияны қамтығымыз келеді. Біз мысалы жақын мемлекеттерде болдық, Ресейде болдық, Мәскеуде болдық, Қазанда болдық, Түркияда болдық, Европада, Польшада болдық, Македонияда болдық. Сөйтіп бірте-бірте біз географиялық ауқымымызды кеңейтіп жатырмыз. Бұл Малайзияға жаңағы қойылатын көрменің негізгі ерекшелігі алтын адаммен бірге тақсай ханшайымын апара жатырмыз. Бұл тақсай ханшайымы біздің дәуірімізге дейінгі 6-5 ғасырда өмір сүрген ақсүйек, абыз, сармат әйелі. Алтын адам мен тақсай ханшайымынан басқа барлығы 346 құнды жәдігер бара жатыр дедім. Оның ішінде бізге жаңағы ерте темір дәуірінен басталатын алтын бұйымдар бара жатыр. Сонымен бірге орта ғасырлық жаңағы қоладан жасалған бұйымдар, орта ғасырлық алтын әшекейлер, сонымен бірге мынау ботай мәдениетін бізге паш ететін жаңағы ботай мәдениетінің өзі мына жылқыны қолға үйретумен ерекшеленеді. Жаңа жылқы сүйегіне жасалған жаңағы бұйымдар, сонымен жылқының сүйектері, топай сүйектерін біз Малайзия жұртшылығын таныстырғымыз келеді. Мысалы, басқа елдерге барған экспонаттар 200-200-дің үстінде болса, біз бүгін 346. Яғни өте алыс ел болғандықтан, және бұл оңтүстік Шығыс Азияға бірінші сапарымыз болғандықтан, біз сол мәдениетімізді жан-жақты таныстырғымыз келіп отыр. Дух золотого алтын адам. Алтын адамның рухы бізге әрдайым қолдау көрсетеді. Қандай да күрделі қиын сәттер болмасын, біз мұндай оқиғалардан лайықты түрде шыға білдік. Из таких моментов достойно всегда выходили. Ұлы дала құпиясын ашып, алтынға оранған сақ жауынгері әлем музейлеріне шеруін жалғастыруда. Қайталанбас көшпенділер дәуірінен сыр шертетін тарихи ескерткіштер Малайзия мемлекетіне сапар шекті. Оңтүстік Шығыс Азиядағы Малакка түбегінің оңтүстік жағын және Калимантан аралының солтүстігіндегі Саравак, Сабах аумағын алып жатқан мемлекет. Мәңгі жасыл ағаштарға оранған Малайзия халқының мінез құлқына қазақтың дархандығы да, мол пішілген аңғалдығы да дарыған тәрізді. Десе де, тарихымыз бен мәдениетіміздегі ұқсастықтар жоқ болғандықтан, халықтың арасында үлкен қызығушылық байқалады. Малайзия, это, мне кажется, такая прекрасная. Меніңше Малайзия өзіндік дәстүрлі қызықты тарихы бар керемет мемлекет. Музей қызметкерлеріне бізді қарсы алып көмектескені және орындарды дайындап қойған үшін алғыс білдіреміз. Көрме залы өте жақсы. Осы жылы Малайзияда бізге тұтас бір павильон, тіпті бөлек зал бөлінді десе де болады. Біз мұнда экспозициямызды орналастырып, көрме қонақтары мен оған келушілерді лайықты қарсы аламыз ғой деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум. Куала-Лумпурдың ұлттық музейіне қош келдіңіздер.
Біз Қазақстаннан боламыз. Осы жерде ұлы дала тарих және мәдениет атты көрме өтеді деп естідік. Сол қашан ашылады екен? Қай кезде келе аламыз? Әр келушіге көрменің есігі ашық. Осы Малайзия еліне мен 2011 жылы келген болатынмын. Мектеп бітіріп, осында мемлекеттік университетке түскен болатынмын. 2014-те осында әйелімді жоғалтқан болатынмын. 2016-та үйлендік. 2017-те қайту керек болды. Сол елге қызым дүниеге келетін болды. Содан елге барып, қызым дүниеге келді. Құдайға шүкір, қазір 2 жасқа толды. Қазақстанды өте қатты сағынамыз. Біріншіден сол туысқан бауырларымызды сағынамыз, өте ата-анамызды қатты. Бірақ келешекте ойымыз бар, Қазақстанға қайтамыз деген. Шетелде жүріп, өз еліңді қалай басқа ұлтқа таныстырасын. Соны мен патриоттық сезім деп есептеймін. Басқа адамдарға сен өзің жайлы, өзіңнің елің туралы таныстыру үшін сен әуелі өзіңді дұрыстау керексің. Олар ойлайды, бүкіл қазақтар осындай екен ғой, бүкіл қазақ осындай керемет жасайды екен ғой. Шетелде болғанымен де Қазақстан бәрібір өзіміздің үйіміз. Енді біздің толықтай ол жерде қазақ халқын сипаттайтын жаңа көрме болатын болса, әрине мен қуанышты болар едім, өйткені тарихымыздың барлығын олар білгісі келеді. Қазақстанды басқа елге паш етіп, бүкіл тарихын көрсету. Сондықтан біз де ол жерде әрине боламыз. Ертең яғни көрме болатын болса, әрине біз отбасымызбен, достарымызбен баруға асықпыз. Біздің өлкеміздің өзіне тән, яғни көшпенділерге тән өркениеті бар. Ол мүлде ерекше өркениет. Ол қазіргі Қазақстанның жерінде пайда болған. Көшпенділердің бәріне белгілі қалалық өркениетке қарағанда өзіндік көзқарасы, өмір сүру салты болған. Осы жақтың мәдениеті біздің мәдениетпен салыстырғанда мүлдем басқа. Сондықтан біздің мәдениетіміз малайзиялықтарға жаңалық болады. Малайзия халқы біздің тарихымыз бен мәдениетімізге қызығушылық танытуы біз үшін үлкен мәртебе. Бірегей археологиялық кешен Есік қорғанында 1969 жылы Кемел Ақышұлы Ақышевтің жетекшілігімен бірінші алтын адам табылды. Біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықта көшпенділер өнерінің бір бағыты ретінде жануарлар стилі қалыптасқан. Олардың негізгі ойлары мен әлем жайлы түсінігінің діни және дүниетанымдық көрінісі зооморфтық кескіндер арқылы берілген. Және оның өзіндік зооморфтық коды болған. Ол көшпенділерге ғана тән жазу. Сол арқылы олар бізге өздерінің қалай өмір сүргені, неге сенгені, көшпелі өмірде ненің бағаланғаны жайлы ақпарат қалдырған. Біздің әрбіріміздің бойымызда сарматтың, скифтің, сақтың қаны бар. Бұл біздің тарихымыз, ол жайлы әрдайым айтып жүруіміз, оны қолжетімді етуіміз керек. Мен оны керемет мақтан тұтамын. Менің өзімнің отанымның осындай бай тарихымен мақтанамын. Өзіміздің тарихымыз жайлы айта бергім келеді. Біздің елімізде мұндай көрме бірінші рет өтіп отыр. Мұнда өте құнды экспонаттар қойылған. Көрмені 50 мыңға жуық адам көреді деп күтілуде. Алтын адам көрмесі екі ел арасындағы мәдени алмасуға және ынтымақтастықты дамытуға септігін тигізетіндігіне сенеміз. Өзіміздің малайзиялықтарымызға, малайзиялық аудиторияға Қазақстанның мәдениетін көрсеткіміз келеді. Және екі ел арасындағы мәдени дипломатиялық қатынас нығаяды деген сенімдеміз. Көрме қоғамдық өкілдер тарапынан жақсы пікірге ие болатынына сенімдімін. Біздің мақсатымыз бұдан кейін де Малайзия мен Қазақстан арасында берік ынтымақтастық қатынас орнату.
ерекше сезіммен сіздердің назарларыңызға ұлы дала тарих пен мәдениет көрмесін ұсынамыз. Көрме сіздерді ұлы даланың көне дәстүрлі өнерінің жауһарларымен таныстырып, алтын адамның әлемнің ірі музейлеріндегі шеруі жобасының нәтижесі болып табылады. Алтын жауынгер киімінің әрбір бөлігінің терең философиялық мағынасы бар. Оның аспанға бағытталған бас киімінің бейнелемесі көк тәңірінің рухын жырлағандай. Біз сіздердің ұлы дала жауһарларын тамашалап, таңданғандағы сезімдеріңізді көруге қуаныштымыз. Бүгінгі іс-шара біздің еліміз үшін өте маңызды. Осы сыйлықтарыңыз үшін өте ризашылығымды білдіремін. Және мұндай айрықша көрмені қабылдауға қуаныштымыз. Қазақстан үкіметі мен елшілігіне, Қазақстан Республикасының ұлттық музейіне, олардың ынтымақтастығы үшін ерекше алғысымды білдіргім келеді. Ұлы дала тарих және мәдениет көрмесі әлем мұражайларындағы алтын адамның шеруі болашақта үлкен бірлескен жұмысқа бастау болады деп үміттенемін. Ұлы дала тарих және мәдениет көрмесінің алғашқы бөлімінде қонақтар мен көрермендер қазақ халқының өмір сүру стилі мен дәстүрі, сонымен қатар ұлттық бейнесін айқындайтын ақпараттар мен интерактивті алаңда танысты. Заманауи технологиялар арқылы халқымыздың әдет-ғұрпын, географиялық орналасу ерекшеліктерін, жалпы өмір сүру қалпы жайында аз уақыт ішінде мол ақпарат берілді. Алтын адамның әлем музейлеріндегі игеру көрмесі Малайзия үшін елеулі мәдени оқиға болды. Мұндай көрме Оңтүстік Азия өңірінде бірінші рет өткізіліп, Малайзияның мәдени ортасының үлкен қызығушылығын тудырды. Мәдениет, өнер және туризм министрлігінің ақпараты бойынша Куала-Лумпурдағы көрмені 50 мыңнан аса адам көреді деп күтілуде. Бұл көрме екі ел арасындағы мәдени алмасуға және ынтымақтастықты дамыту мен нығайтуға әсер етеді. Маған көрме қазақ халқының мәдениеті мен тарихымен тереңірек танысуға көмектесті. Қазақстан мәдениеті біздің мәдениетімізден ерекше. Жергілікті халық үшін бұл көрме сіздің еліңіздің мәдениеті жайлы мол ақпарат берді. Қазақстан орталық Азия елдерінің бірі ретінде Малайзиядан өзінің мәдениеті мен тарихымен ерекшеленеді. Меніңше бұл біздің елдеріміз арасындағы мәдени алшақтықты азайтуға әсер етеді. Бұл көрмеге келіп, Қазақстанның дәстүрлі әшекей бұйымдарын тамашалау мен үшін үлкен тәжірибе. Мысалы, ертедегі қазақтардың тұрғын үйі, киіз үйі өте қызықты. Меніңше Малайзия мен Қазақстанның мәдениетінде ұқсастықтар бар. Бірінші тағамдары, екіншісі зергерлік бұйымдары. Айырмашылығы қазақтар көшпенді, ал малайзиялықтар отырықшы өмір салтын ұстанған. Және де ұлттық киімдеріміз бен тіліміз әртүрлі. Ташкентте де бұл көрме өткен болатын, бірақ мен ол уақытта елде болмадым. Бүгін осы көрмеге келіп, өз көзіммен алтын адамды көру бұйырды. Өте қуаныштымын. Қазақ елі таулардың да маңында орналасқан. Көрмеге қойылған артефактілер өте таңғаларлық. Бұдан кейін Қазақстанның ұлттық музейіне барып, әрбір тарихи экспонат жайында біліп, толық ақпаратты алғым келеді. Алтын адамды алғаш рет көрдім. Оның толық бейнесі әдемі, киіміндегі алтын әшекейге дейін. Малайзияда бізде осындай артефактілер бар, бірақ тек қаңқасы ғана. Ал бұл алтын адам тамаша экспонат. Алтын адам көрмесі Малайзияның музейлер департаментінде бір ай бойы өтеді. Бұл музей басқа музейлердің жұмысын үйлестіреді. Тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғау бойынша қозғалысты басқарады. Көшпенділер мәдениетімен танысуға малайзиялық тілшілер мен ғалымдар ғана емес, қарапайым халық та келді. Еліміздің символына айналған алтын адам көрмесіне Малайзияда оқып жүрген ұлы көшпенділердің ұрпақтары
отандастарымыз келіп, еліне деген сағыныштарын басты. Өте керемет көрме екен. Өзіміздің қазақ дәстүрді өйстіп әр елге таныстырып жүрсек өте керемет болар екен. Қаншама бұл жерде достарымыз, шетелдік достарымыз, қазақ халқы қай жерде орналасқан, елді қандай, салты қандай білгісі келеді әрдайым. Ал қазір таңда біз қандай Малай елінде осындай көрме көрсетіп, олар осыны танып, біліп жатқанына біз өте қуаныштымыз. Қазір соны көріп, бір жақсы әсер алып қалдық. Әрине де осы жерге келгенде ең бастысы сен өзінің туыңды көресің, және де қазақ ұлттық бұйымдарды көргендіктен елінің жерінің тарихын көріп, есіне барлығын алып, және де өзінің отандастарыңды көргенде жүрегінде бір жылулық сезім пайда болады. Әр мемлекет алдына бірінші мақсаты өз тарихын дүние жүзіне паш ету керек. Керемет дүние жүзін таңғалдырып жүрген алтын адамның арнайы көрмесін Малайзия мемлекетінде өткізген үлкен мәртебеде үлкен қуаныш. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, көрермендердің қызығушылығы өте көп. Бұл 11-ші ірі мемлекет алтын адамның көрмесі өтіп жатқаны. Енді жылда да ары қарай алтын адамның шеруі, дүниежүзілік шеру жалғаса береді. Малайзия елі ұлы дала тарих және мәдениет көрмесі үшін ең алыс сапар болды. Жергілікті халық үшін алтын адам және тақсай ханшайыммен сол заманғы көшпенділер дүниетанымын көрсететін ескерткіштер тарихымен танысу елеулі оқиға болды. Себебі көнеден келе жатқан біздің тарихымыз бен мәдениетіміз ерекше. Малайзия елі алтын адам шеруіндегі 11-ші мемлекет. Әлемді көшпенділердің қайталанбас бірегей мәдениетімен таныстыру одан әрі жалғасады.